Ал енді жастар мәселесін бір қозғайық. Мен ойлаймын кей кезде қазіргі біздің жастар бақытты ғой. Оқуға түсіп жатса да ата-аналары машина алып беріп жатады. Мен балам оқуға түс деп. А біз кезінде оқуға түскенде әкеміз машинасын сатып жіберген. Театрымыздың жас актері осы тақырыпты қозғайды. Алдарыңызда Арман Жаналиев, Армани. Кешіріңіздер. Музыка қойса дірілдеп кетем. Барлық концерттерде дірілдеп жүремін мен естіп. Кеше бір концертте бірінші қатарда әжем отыр дейді. Мына мен не үшін дірілдейді деп ойлайтын шығарсыздар. Мен негізі жүйкем тозған. Мен нервныймын кәдімгідей. Мен жүйкем тозып тот басып кеткен мен жүйкеме. Мына қазір мен ғана емес, бәріміз көп адам қазір жүйкесі тозған. Бәрі жынданып жүреді, ашуланып жүреді. Оны білмеймісіздер сіздер. Мысалы қараңыздар, адам азанда тұрады, сағатына қарайды, уже жұмысқа асығып барады, уже ашуланып тұр ғой. Деп кәдімгідей. Ашуланып пастерін жинап тастайды кәдімгідей. Барып басын жуады, ашуланып. Жынданып шашын жуады ма деп қайта жапсырып қойды дейді. Сол кезде ашуланып жатқан кезде әдейіге душ ақпай қалады, бұрышан тағылады кәдімгідей. Ашуланып барып шалбарын киесің, замогын сындырып аласың. Ашуланып шалбар киесің де есікті тарс етіп жауып кетесің. Сол есікке қайтадан кірмейтін сияқтымыз. Сосын барасың, аялдамаға тұрасың, ашуланып бүйтіп, ашуланып тұрсаң, жан-жағын қарасаң, бәрі ашуланып тұр екен ғой. Біреу бүйтіп тұр. Біреу бүйтіп тұрады. Бір телефонмен сөйлесті, келмесең келмей қой, келмесең кет, баратын жерге кет деп қояды кәдімгідей. Бұрын аялдамада тұрған кезде қыздардан адам құсап сағат сұраған кезде жауап беретін қыздар. Жанына келесің, қарындас сағатты айтып жібересің, сен қыздар жүрмай ятты деп. Анаң қарайсың, рахмет деп кетіп қаласың дейді. А қазір ашуланып тұрған қыздардан сағат сұрап көрші. Қорқып тұрасың дейді. Сағатты айтып жібересіз ба қарындас десең, кет дейді. Қорқып тұрасың, сағат керек қой, айтып жіберіңізші десең, уақытым жоқ дейді. 28-ден 30 кетті дейді. Ондай уақыт жоқ та ғой. Соған рахметте кетіп қаласың кәдімгіден аған. Ашуланып тұрған кезде автобус келеді. Автобус ішіне кірсең, қайнаған судың ішіне кірген сияқты соңынан ішінде. Бәрі ашуланып тұрады. Тұрып тұрған адам ашуланып тұрып трубаны ұстап. Отырған адамға не жоқ десе, бүйтіп қолын қойып, қойма қолын дейді кәдімгіден. Отыр ғой, ашуланбай қойса болады ғой. Автобус ішіне бой кішкенде қыздар келеді, ашуланып. Трубаға бой жетпейді, налда сырға ұстайды, сырға ұстап тұра береді кәдімгі. Кондуктордың алдына барасың. 2000 теңге беріп, ертерек барып, майлап беріңізші, не үшін ерте беріп жатсың маған дейді кәдімгі. Мен шатасып кетіп, кім қанша бергенін дейді. Кейбір кезде түсіп баратқан кезде 2000 теңге берсің, не үшін ерте бермейсің дейді ана кондуктор. Сен ойлайсың, ол кондукторға қашан беру керек? Бір күн бұрын барып айтайық онда үйіне бар. Саламатсыз ба, мен ертең ана аялдамадан түсейін деп жатырмын. Сізге 2000 теңге майлап қойыңызшы деп кәдімгідей. Болмаса айтайық, азанда бірге барайық, сол газелмен бірге деп кәдімгідей. Негізі мен үйде отқам бір күні. Спокойно отқам үйде. Папам келді ашуланып үйге. Сөйтсем папам басты ұрыс беріпті папама. Папам келіп жынын біреуден алу керек қой, ашуланған адам біреудің ашуын біреуден алу керек. Папа келеді, кімнен алады ашуын? Мамадан алады. Мама кімнен алады? Менен алады. Үйде отырса мамам келіп ұрысады, Арман сен сабағың кән, сабақ оқымайсың ба, сабақ оқымайсың, сен күнде қаңғырасың, сабағың кән. Мама десе сөйлеттірмейді, аузын жап, сабағың кән деп. Қарап тұрасың, мама дейсің. Мен мектеп бітіргенмен 4 жыл болды ғой дейсің мама. Маман қарап тұрды, бәсе тұрың мужикқа ұқсайды деп қой. Сөйтіп ашуланасың да үйден шығып кетесің, ашуланып. Ашуланып үйден шығасың, шығып баратсам Заманбек деген інім бар менің. Арман, сіз соңғы кездері ашуланшақ болып кеттіңіз, сізге психологқа бару керек дейді. Сол мақұл психологқа барайын деп барсам, психолог Кадирханов Йылдос деп тұр. Есікті ашсам, кіріп қалсам психолог бүйтеді, қош келдіңіз дейді маған. Түсінбей қалдым, саламатсыз ба дедім. Не үшін келдіңіз деп қойды маған. Ашуланып кеттім, жынданып кеттім деді маған кәдімгідей. Отырыңыз, сізге сұрақ қоямын дейді. Отырдым, бүйтеді маған психолог. Сіз қарныңыз ашқан кезде тамақ ішесіз ба дейді. Душқа түсем деді маған кәдімгідей. Бәрі тамақ жейді ғой, не істейсің басқа дедім. Онда сізге басқа сұрақ қояйын. Сіз жаңбырлы күні үйге келдіңіз, киіміңіз кір жуғыш машинаға жуасыз ба деп қояды. Холодильникке жуам деді маған кәдімгідей. Сіз машинамен келе жатсыз. Алдыңызда мамаңыз, папаңыз шықты. Қайсысын басасыз дейді маған. Мен екеуін де жақсы көремін. Солға бұрыламды, талға соқсам дедім.
Дұрыс емес, сіз торымызды басасыз деп қойды маған кәдімгідей. Жазда қалай демалдыңыз дейді? Мұрнымен демалдым деді маған кәдімгідей. Құлақпен демалмаймын ғой деді маған. Көзіммен демалайын ба? Көзіммен түн шығып деп кәдімгідей. Психологқа қарап тұрмын, сіз өзіңіз психологқа бару керексіз деді маған. Сол психолог менен кейін өз психологқа бару жоқ кез. Психологтан ашуланып шығып кеттім. Мамам айтқан шығатын кезде, Арман, сен таксовать ет, кішкене тілің бар деді. Мен ашуым біреудің алу керекпін ба? Шықтым да таксовать еттім. Вокзалдан отырып алма, такси по городу, такси, тілің бар, такси деп қойсаң аға. Тіліңе мақтамыз, такси беріп, такси деп. Адамдар тілмен аттап өтіп, тіліңіз жинап жүрмейсіз ба деп қойды маған кәдімгідей. Такси по городу, такси керек десе, бір қыз кетіп бата, такси керек жоқ деп қойды ана қыз маған. Ана қыз қарап тұрды, такси керек десе, боқтама деді ана қызға кәдімгідей. Такси деп орысша білмеймін негізі. Орыстар келіп қалса демей қаласың. Кетіп қалғанша шығарып саласың. Сөйтіп ашуланып кеттім, машинама отырдым. Ашуланып жүрмін, ашуым біреудің алу керекпін ғой. Деп машинамды айдап кетсем, машинамды ашуланып қойды. Деп айдап кетірім машинам кәдімгідей. Деп айдап кетсем, көшеде бір қыз тұр, әдемі, бойы ұзын, фигурасы 90-63,4. Bir тоқтатып мен, қайық деп тоқтадым. Сыз деп терезені ашын, такси ма деп қойды маған. Енді саған танкі ма? Такси ғой енді, бульдозер ма? Көшеде жүрген трактор ма саған? Базарға айдың 5 теңге апарып тастайсың деп қойды. Мен саған 200 деп тұрмын ба? Отыра берейін ба дейді, тұрып бармақсың ба енді? Жатып барасың ба елі артына бар? Есікті аша берейін ба дейді, люктан кірсе люктан. Багажниктен кір болмаса багажниктен. Или жәнде жүгіріп бар базарға айдың бейтіп кәдімгідей. Ашсай люкті дедім. Есікті ашып отыр, жабайын ба дейді, жоқ, ұшып барамыз кәдімгідей. Жап дедім есікті. Тарс ет жапты. Ішімнен қуанып тұрмын ғой, сұрақ қойса екен, ашуымды алып жатырмын ғой. Деп айдап кетсем, ағай, осы жерден оңға бұрыласыз дейді. Мен солға алып баратырмын ба? Адам ұстап келе жатырмын, ақылата бермеші мен дедім. Тіке жүре беріңіз, мен артқа кетіп баратырмын дейді. Деп кәдімгідей, деп қайық деп келдік базарға. Ана қыз есікті ашты да тарс ет жауып кетіп батыр есікті. Шыңғырдым, үйіңде холодильник жоқ па? Есік жай жаппайсың ба десем, бар, бірақ мен холодильник таксовать етпейді деп қойды маған. Сөйтіп үйге келдім. Үйге келсем, ойладым мен, мама папам ашуланып жүр деп. Үйге кіріп қалсам, ешкім ашуланып жүрген жоқ, бәрі көңілді. Мен айтайын дегенім, сол кезде папамның бастығы папама ашуланбай күліп айтса, папам кеп мамама күліп айтатын еді. Мамам кеп маған күліп айтатын еді. Сөйтіп бір үйде ұрыс керіс болмайтын еді. Bir күн ұрыстың 40 күн кесірі бар. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді. Сабыр түбі сары алтын, сабырлының бәрі алтын дейді. Ашуланбайық, ақылды болайық, сабырлы болайық.